Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен медовый торттың рецебімен бөлісемін. Керекті заттардың барлығын видеоның астына көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға қант, сары май, балды салып, баяу отқа әбден ерігенше қойып араластырамыз. Әбден ерігеннен кейін сода салып, әбден қызарғанша үздіксіз араластырып тұрамыз. Біздің массамыз міне дайын, оны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Кішкене суытып, одан кейін жұмыртқаны бір-бірден араластырып отырып қосамыз. Жұмыртқа пісіп кетпеуі керек, тез араластыруға тырысыңыздар. Осылайша жұмыртқаны бір-бірден салып отырып араластырамыз. Одан кейін соңында ұнды қосып, бір келкі қамыр болғанша араластырамыз. Противенге пергамент төсеп, үстіне қасықпен сұйық массамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз видеодағыдай. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пешке қызарғанша салып аламыз. Видеодағыдай үстіне пергамент қойып, керісінше аударып, коржды одан кейін жан-жақтарын керек емес жерлерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Осылайша әр корждың жан-жағын осылай біркелкетіп тегістеп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Қалған бөлігін тастамаймыз, ол бізге бетіне ұсақтап себу үшін керек болады. Крем дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сгущенканы ыдысымызға саламыз және үй температурасындағы сары майды салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Енді тортты жинауға кірісеміз. Алдымен коржымызды қойып, үстіне крем салып, біркелкі етіп жағып шығамыз.
Осылайша әр коржды үстісіне қойып кремін жағып шығамыз. Тортты жинап болғаннан кейін торттың шет жақтарын тегіс болу үшін жан жақтарын пышақтың көмегімен кесіп түзулеп шығамыз. Қалған кремімізді торттың үстіне және жан жағына біркелкі етіп жағып шығамыз. Корждың жан-жағынан қалған қиындыларын осылайша ұсатып алып, торттың бетіне әдемілеп жауып сеуіп шығамыз. Жан жағында жауып шығамыз. Осымен біздің балды тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.